Сәлем достар, бүгін мен сіздерге асқабақтың пайдасы туралы айтқым келеді. Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінен емдік дәрілер жасалатынын, халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден-бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де көп. Адамға пайдалылығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Адам ағзасына қажетті С, В1, ағзадағы зат алмасу жеделдететін Т және қанның ұюына ықпал болатын К дәрумені, калий, кальций, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола мың бір ауруға ем. Көру нашарлағанда, қаназдық, артық салмақтан, тағы басқадан арылғысы келетіндерге таптырмайтын ем. Шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3, қанықтырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырыш, С, В тобының дәрумендері де жеткілікті. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Несеп айдаушы, қабынуға қарсы, өтті айда паразиттерден құртатын асқабақтың өзі. Құрамында жасанды талшықтың, судың көп мөлшерінің арқасында асқабақты арықтауға болатын емі де бар. Ас қорыту үдерістерін тездетеді, уыттардан тазартады. Асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп, тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Асқазан, ішек жолдары, асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан еспе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне қайнатылғанын жейді. Терідегі қышыма, есекжем шыққанда, не болмаса күйік шалғанда үккіштен өткен компресс жасайды. Сары ауру дертінде 4 ай қатарынан үзбей жеу керек. Бауырға өте жақсы әрі қызметті жақсартады, әрі пайдалы. Шектегі құрт дертінде асқабақты алып, дәні мен етін ойып алып жеу керек. Шектегі паразиттерден құтылудың ең тиімді тәсілі қабығы аршылмаған дәнін ашқарынға жейді. Простатит кезінде жарты килограмм тазаланған асқабақ дәнін шикісін ет тартқыштан өткізіп жеу керек. Күніне бір рет ашқарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына бір рет қана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жібереді. Ұйқысыздық болғанда қайнатылған буға піскен асқабақ етін жейді. Асқабақты күз және қыс мезгілдерінде жеген пайдалы. Дәл осы мезгілдерде түрлі асқабақтан жасалған тағамдарды мәзіріңізге қосыңыз. Видео ұнаса лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Ауырмаңыздар.